Сәлеметсіздер ме, құрметті конференция тыңдармандары. Менің есімім Исаева Эльмира Байдарханқызы. Мен номер 83 гимназияда ұлт аспаптар бөлімінде домбыра аспабынан сабақ беремін. Мені бұл конференцияда таңдаған тақырыбым екінші бөлімнің үшінші тармағы, яғни тақырыбы музыкалық өнердің басқа өнер түрлерімен және жалпы білім беру пәндерімен өзара байланысы. Музыкалық өнер адамзат өркениетінің ең көне әрі ең терең рухани құндылықтарының бірі. Музыка адамның ішкі сезімін, ой толғанысын, дүние танымын бейнелеп қана қоймай, оның мәдени, тарихи және әлеуметтік болмысын айқындайды. Музыканың ерекшелігі ол тілдік шектеулерге бағынбайды, яғни кез келген халықтың өкіліне түсінікті әмбебап өнер тілі болып табылады. Бұл мақалада музыкалық өнердің әдебиетпен, бейнелеу өнерімен, театр және хореографиямен, сондай-ақ тарих, математика, физика, тіл, география сияқты жалпы білім беру пәндерімен өзара байланысы жан-жақты қарастырылады. Музыка және әдебиет. Музыка мен әдебиет сөз бен дыбыстың синтез арқылы бірін-бір толықтыратын өнер салалары. Әдеби шығармада ой мен сезім сөз арқылы берілсе, музыкада сол мазмұн, әуен, ырғақ, динамика арқылы жеткізіледі. Мысалы, қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы өлеңдеріне жазылған әндер поэзия мен музыканың табиғи бірлігін көрсетеді. Абайдың Көзімнің қарасы, Жел үстінде жарығай сияқты әндері мәтін мен әуеннің үйлесімді синтез арқылы тыңдаушыға терең әсер қалдырады. Әлемдік өнерде мұндай мысалдар көп. Мәселен, Чайковский шығармаларында әдеби сюжетке сүйенген опералар мен балеттер бар. Әдеби негізге құрылған опера жанры музыка мен драматургияның тығыз байланысын көрсетеді. Музыка мен бейнелеу өнері. Музыка мен бейнелеу өнері екеуі де эмоция мен образды жеткізудің ерекше құралдары. Бірі дыбыс арқылы, екіншісі түс пен сызық арқылы әсер етеді. Мысалы, Қастеев Әбіхан картиналарында қазақ халқының тұрмыс тіршілігі, табиғаты бейнеленсе, қазақ күйлерінде сол көріністер дыбыстық образ арқылы суреттеледі. Домбыра күйлері арқылы табиғаттың дыбыстық бейнесі жасалады. Музыка және театр өнері. Театр синтетикалық өнер. Оның құрамына музыка, әдебиет, актерлік шеберлік, сахналық қозғалыс кіреді. Музыка спектакльдің эмоционалдық әсерін күшейтеді. Опера музыка мен театрдың біріккен формасы. Қазақ театр өнерінде де музыканың орны ерекше. Мұхтар Әуезов драмалық шығармалар сахнаға қойылғанда музыкалық сүйемелдеу арқылы мазмұны тереңдей түседі. Музыка сабағында шағын инсценировка жасау, әнді сахналау, оқушылардың сахналық мәдениетін қалыптастырады. Музыка мен хореография. Музыка мен би ажырамас ұғымдар. Би қимыл арқылы музыканың ырғағын, мінезін, динамикасын көрсетеді. Балет өнері музыка мен хореографияның синтезі. Мысалға, Игорь Стравинский балеттік шығармалары музыка мен қозғалыстың үйлесімділігін паш етеді. Музыкалық өнердің жалпы білім пәндерімен байланысы. Музыка және тарих. Әрбір музыкалық шығарма өз дәуірінің айнасы. Музыка арқылы белгілі бір кезеңнің саяси, әлеуметтік, мәдени ахуалын тануға болады. Мысалы, қазақ халқының тарихи күйлері ел басынан өткен оқиғаларды бейнелейді. Тарих сабағында музыкалық шығармаларды пайдалану тарихи материалды тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Музыка және математика. Музыка мен математика арасындағы байланыс ырғақ, өлшем, пропорция ұғымдары арқылы көрінеді. Ноталардың ұзақтығы бөлшек сандармен белгіленеді. Музыкалық өлшем математикалық құрылым. Философ Пифагор дыбыс биіктігінің сандық қатынастарын зерттеген. Ол музыкалық интервалдардың математикалық заңдылықтарын ашқан. Музыка сабағында өлшем, ырғақ арқылы оқушылар математикалық логиканы дамытады. Музыка және физика. Музыка физикалық құбылыс, дыбыс тербеліс нәтижесі. Оның жиілігі, амплитудасы, тембрі,
физика заңдарына бағынады. Физика сабағында дыбыс толқындарын түсіндіру кезінде музыкалық аспаптарды мысалға келтіруге болады. Ол оқушының қызығушылығын арттырады. Музыка және тіл пәндері. Ән айту барысында дұрыс дикция, тыныс алу, екпін қою тіл мәдениетін қалыптастырады. Шетел тілдерін үйренуге де музыка тиімді құрал. Музыка және география. Музыка әр халықтың ұлттық болмысын көрсетеді. Әр елдің музыкалық дәстүрі оның географиялық ортасына байланысты қалыптасады. Мысалға, Қазақстан далалық мәдениетінде күй өнер кең дамыған, ал Италияда опера өнерімен әйгілі. Музыка адамның жан дүниесін байытатын, ой өрісін кеңейтетін, мәдениетаралық көпір қызметін атқаратын құдіретті өнер. Музыка адам жанның үні. Ол кейде сөзбен айтып жеткізе алмайтын сезімді бір әуен арқылы тереңнен толқытып жүрекке жол таба алады. Музыкалық өнердің құдіреті тек оның әсемділігі ғана емес, оның басқа өнер түрлерімен және білім салаларымен табиғи үндестігінде жатыр. Музыка оқшау тұрған құбылыс емес, ол адамзат мәдениетінің тұтас бір жүйесінің құрамдас бөлігі. Қорыта айтқанда, музыка өнер атаулының жүрегі, білім салаларының үндестігін қамтамасыз ететін рухани көпір. Ол адамның эмоциялық әлемін байытып қана қоймай, ойлау қабілетін, дүниетанымын, эстетикалық талғамын дамытады. Музыкалық өнердің басқа да өнер түрлерімен және оқу пәндерімен байланысын түсіну, білімді терең әрі жан-жақты игерудің бір жолы. Музыка өмірдің әуені, ал сол әуен барлық ғылым мен өнердің үндесуінен туындайды. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.